чтобы стать летчиком, это у человека должно в душе быть. Он должен болеть небом. В 2020 году, 4 мая, здесь, в аэродроме Астаны, у нас не убралась передняя стойка шасси. Вертолетті айдаған кезде бір шетінен опорно-двигательный аппаратқа қатты әсер етеді ғой. Тряскасы бар. Ұшқыш болғаннан кейін кейде жедел ұшулар болып қалады. На тот момент мы чувство так, чтобы гордости такой у нас, лично у меня не возникало. Это в первую очередь мы должны оказать помощь. Қазақстан Республикасының әуе күштері бұл мемлекеттің қорғанысын қамтамасыз ету мақсатында құрылған маңызды әскери құрылымдардың бірі. Әуе күштері әскери ұшақтар мен тікұшақтарды пайдалана отырып, әуе шабуылына қарсы қорғаныс, барлау, әуе операциялары, жауынгерлік дайындық және басқа да міндеттерді орындауға арналған. Әскердің осы саласы елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға, халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге зор үлес қосады. Сол әуедегі әлемімізді әспеттейтін мамандық иелерінің бірі әрі бірегейі ұшқыш. Бүгін біз әскери ұшқыштар жайлы баяндаймыз. Скучных моментов на работе не бывает. Постоянно у нас идет процесс планирования и также выполнения учебно-тренировочных полетов. Тут не до скуки. Скучно тогда, когда долго не летаешь. Это когда ты находишься в отпуске, например, либо на больничном, что-то тебе не хватает. Вот тогда, да, хочется полетать, да, вот в такие моменты. В данный момент, даже если все бросить, уйти, а кто будет, если не ты эту работу выполнять? И незаменимых людей нету, другого могут назначить, да. Но так как ты профессионал своего дела, ты должен это делать. Вообще, профессия военного летчика – это призвание для смелых, решительных и преданных военной службе людей, которые связывают свою жизнь с небом и авиацией. Они могут реализовать свою мечту о полетах и принести большую пользу своей стране. Чтобы стать летчиком, это у человека должно в душе быть. Он должен болеть небом. Мен өзі балалық шағымнан осы Нұркен Әбдіров, Тоқтар Бакиров және Талғат Бейгелдинов сияқты бабаларымыз сияқты әскери ұшқыш болғым келген. Сол арман қуып 2014 жылы Ақтөбе қаласындағы екі мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бейгелдинов атындағы әскери әуе қорғаныс күштерінің институтына оқуға түсіп, сол жерде команда тактикалық армиялық авиациясы тікұшақтар басқару оқуына түскен болатын. 2018 жылы осы оқуды тамамдап, қазіргі таңда осы мамандық бойынша жұмыс атқарудамын. Және де осы әскери шенді тағу, отанға қызмет ету, ол әрбір ер адамның міндеті деп қабылдаймын. Здесь свои критерии. Здесь дисциплина есть. Мы не только летчики, мы также и военнослужащие, которые занимаемся не только летным делом. У нас есть и боевые другие задачи, которые мы выполняем. В плане охраны, обороны нашей территории. Полеты сами по себе — это очень сложный процесс. Не только ты пришел, сел, это очень сложный процесс по-своему. Подготовка за день. Мы готовимся, много чего есть. Жалпы экипаж командирі жалпы тікұшаққа және экипаж құрамына түгелдей жауап береді. Оның саулығына, экипаж құрамының түгелдігіне жауап береді. Және де ол экипаж құрамының дайындығына,
ұшып жатқан ұшу жұмыстарының дайындығына экипаж командирі жауап береді. Жұмыстарымыз біздің ауыр емес, өте қызық, әскери қызметті атқару ол біз үшін үлкен мәртебе. В 2020 году, 4 мая, здесь, в аэродроме Астаны, у нас не убралась передняя стойка шасси. Мы потом выполнили посадку в Житигене без передней стойки шасси, за что получили 2 летчика ордена Айбан, бортовой техник и бортовой механик, жауынгерлік ерлік үшін. 2014 жылы Ақтөбе қаласындағы әскери институтқа түсіп, 2018 жылы аяқтап шықтым. 2018 жылдан бастап осы мамандықтамын. Мен бүгін қарапайым метео жағдайда экипаж құрамында және маршруттық ұшуларға рұқсат алдым. Рұқсат алудың алдында белгілі бір жаттығулардан өткеннен кейін рұқсаттама аламыз біз. В данном случае выполнялся полет по маршруту, по заданному маршруту. Его основная задача была это ориентироваться в воздухе, то есть чтобы мы нигде не потерялись, дошли до того назначения, до того пункта. Вот. Потом вывести, главное, чтобы на цель, вовремя, по месту и времени. И у него эта линейка называется NL10, навигационная линейка. Он считал по скорости и расстоянию время. И отчет точного прибытия на цель данного летчика сегодня было на отлично. То есть он меня вывел на данную цель по времени и в срок. По месту и срок. Попал на профессию, смотря на своего отца. Он был всю жизнь в авиации. Его деятельность была связана с авиацией. И, грубо говоря, по стопам отца попал. Я летаю на самолете Си-295, компания Airbus, летчик-инструктор, 2 класс, налет 1400 часов на данный момент. Самолет Си-295 предназначен для выполнения перевозки людей, грузов, боевой техники. Выполняем задачи по нужде не только Министерства обороны, но и правительства Казахстана. Также выполняли задачи во время пандемии по перевозке наших граждан с зарубежных стран, возврат в Казахстан. При наводнении выполняли задачи по гуманитарной помощи, перевозили гуманитарную помощь. 29 марта этого года, 2024 года, было обычное утреннее построение. Далее, по указанию командующего военно-воздушных сил, была подана команда, чтобы подготовить 2 вертолета с экипажами и вылететь в город Аркалык для эвакуации людей от потопления. Масштабы мы еще не знали, какие были, но задачу данную мы подготовили, выполнили и вылетели. То есть авиационную технику подготовили, взяли с собой очки ночного видения, спасательные кресла для того, чтобы выполнить эвакуацию людей. Вот. Работа была очень сложная, но данный вид подготовки это был для нас не впервые, потому что, как вы сами сегодня видели, учебно-тренировочные полеты, мы сегодня отрабатывали эти упражнения с летчиками для поиска и эвакуации людей с режима весения, чтобы в таких ситуациях уже летчик был готов в реальных случаях. Если у нас были моменты, где невозможно было выполнить посадку, для этого мы с режима весения брали бортового техника. Вот.
на крыше домов, люди там стояли, ждали помощи. И выполнил зависание над домом, на крыше домов. Бортовая техника спускали, он эвакуировал, получается, подсаживал людей на специальное устройство, как кресло. Вот. Ремнями завязывали и поднимали людей на борт вертолета. Самые прогрессивные идеи и инновации воплощаются в лучших автомобилях современности. Год за годом команда профессионалов «Аллюр» совершенствует производство, задает стандарты всей отрасли и осуществляет мечты тысяч казахстанских семей. Машиностроение – наш путь и призвание, выбор и судьба. Мы гордимся тем, что вместе творим историю и меняем мир к лучшему. Kia, Chevrolet, Jack – каждый бренд, созданный на нашем заводе, становится эталоном качества и созидания. К нам присоединились Jetour, Hongqi и Шкода. Наша уникальность в том, что мы ведем за собой команду и готовим кадры для всей отрасли. Расширяем сотрудничество. Разрабатываем и внедряем новые учебные программы и методики. Поддерживаем будущих специалистов. Обеспечиваем сотрудников достойными условиями труда и жизни. День за днем «Аллюр» задает новые высоты и еще раз доказывает, что все цели достижимы. Каждый из вас создает светлое будущее, а вместе мы невероятная сила. На тот момент мы чувство так, чтобы гордости такой у нас, ну, лично у меня не возникало. Это в первую очередь мы должны оказать помощь, несмотря мы военные летчики, хотя вот как вы говорите, да, он должен только стрелять, например, да, вот такое предназначение, там летать. Но в мирное время мы своими силами оказали помощь данным мирным жителям, которые смотрели со слезами на глазах, чтобы это крайняя их надежда была, потому что везде кругом вода была. Чувство исполненного долга. Это наш долг был. Сами, как профессия военного летчика, это и его труд является одной из самых мужественных, ответственных и почетных профессий. Басында күйеуге шыққан кезде, ұшып кеткен кезде переживать етіп отыратынмын. Ол кезде сотовый да жоқ қой. Бір айға Қырғызстанға командировкаға кетіп қалдық. Мен өзім жалғыз, только үйлендік, осы 3-4 ай болды. Сол кезде жаңағы 5-ші этажда тұрамын ғой, үстінде крыша. Үстінен жаңағы біреулер бутылка лақтырады. Анау ыстық еще 5-ші этаж жаз. Ана терезенің бәрін жауып алып ұйықтаймын да. Сонда айтамын да. Сонда біздің батылдығымыз ғой. Мысалы, біреудің не барып қонсам қайтеді да. Сөйтіп, бір айдың қалай өтіп кеткенін байқаған жоқпын даже. Сөйтіп, бір ай Қырғызстаннан келді. Вообще хабарласпағанбыз сонда, бір ай бойы. Не болып жатыр? Главное, переживать етіп жүресің. И постепенно жылдар өте келе, өз-өзім миыма құйып алдым. Ойламау керек, главное, жұмыста бірдеңке болып қалады деп переживать етпеу керек. Но болады андай, непогода кезде ұшып кетсе басқа қалаға. Сол кезде кешке дейін қолымда тимейді даже ойлауға, не істеп жатыр деп ше, уже потому что 4 баланы жаңағы ойлап жүрген кезде не да не болып кетеді. Главное, жаңағы кешкісін хабарласады, қазір енді сотовый бар, жақсы. Хабарласпай жатса, айтып отырмын ғой жаңа, военныйлар по-любому коллектив болып араласу керек деп. Соқсап, жаңағы командирдің әйеліне жазасын біліп берші, қалай болды енді, потому что жұмысқа звондай алмайсың ғой.
олардың ана жаңағы КПП-да телефондары бар шығар, білем ғой енді, бірақ оларды лишний раз беспокоить етіп бүйтпеймін, жаңағы әйеліне сұраймын, біліп берші, пожалуйста, не болып жетті ма деп. Сөйтіп біліп береді, потому что телефон отырып қапты Дариға деп, мысалы, жеткен Балқашқа деп, Қостанайға сөйтіп ұшып кеткен кезде. Сол үшін айтам, араласу керек әйелдері деп. Семей қаласында Абай облысында өрт жағдайы туындағанда 2022 жылы сол кезде өрт сөндіру шараларымен айналысқан болатынбыз. Күнделікті өрт сөндіру жұмыстарын жасадық тікұшақпен ұшып. Астанадан 3 тікұшақ барды және біздің экипаж командирлері мықты білікті мамандар ұшып барып, ол жерде жұмыс атқарды және Алматы қаласынан Семейдің өзінде біздің авиабазалар бар. Сол жердегі барлық тікұшақтар қосылып, күнделікті бірігесіп жұмыс атқардық. Біз негізі тікұшақтардың арасы интервал дейді ғой, сол бізде 3 минуттық сондай интервал ұстап отырдық. Радиообмен дейді ғой бізде, радио байланыс бір-бірімізбен байланыста, тікелей байланыста болып отырамыз. Ол жерде бірінші ұшардың алдын бізде бөлім бастығы бізге тапсырма қояды, кімнен кейін кезекте екен. Әркімнің өзінің позывной болады, борттың позывной. Сонымен қарай әркім өз кезегімен ұшып отырып, солай өртті сөндірдік. Біз бірінші өрт болған кезде біз Астана қаласынан көтерді біз. Ол кешкі сағат 8-дер шамасы Астана қаласынан ұшып шықтық. Семейге түнде жетіп бардық. Ертесі күн таңертеңнен бастап бізде өрт сөндіру шаралары уже жұмыс атқардық. Жоқ, ондай қорқынышты сезім болған жоқ. Табиғаттың өртеніп жатқанын көріп, жүрегіңіз ауырады. Қандай керемет табиғат өртеніп жатқанда, анда жерде неше түрлі жан-жануарлар бар. Солардың бәрі жан кешіп жатқаннан кейін барынша тырыстық қолдан келгенше. Ыстық сезіледі, өрт тілсіз жау дейді ғой. Енді барынша болғанда бізде өртеніп жатқан жерге барып су шаштық. Бізге жел болып жатқан қарама-қарсы беттен барып су шашамыз ғой. Түтіндері, оттың түтіндері жел алып кетіп, сол жанып жатқан жерге су шашамыз. Қателеспесем, 5-6 күн ұштық шамасында. Тоқтамай таңғы сағат 6-дан кешкі сағат 9-ға дейін, таң атқаннан кеш батқа дейін ұшты ғой. 2 сменге бөлді. Бізде неге десеңіз, ұшқыштар құрамында 8 сағаттан артық ұшуға болмайды. Ұшқыштар құрамында. Сол үшін бізде 2 этапқа бөлді, 2 құрамға бөлді. Бірінші таңертең таңғы сағат 6-дан түскі сағат 2-лерге дейін ұштық шамасы. Содан кейін бізде бортта жанармай құйып, одан кейін екінші топ сол ұшып өрт сөндіру шараларымен жұмыс атқарған болатын. Әскери ұшқыш бұл әуе күштерінің құрамында әскери авиацияны басқаратын маман. Оның міндеті әскери ұшақтар мен тікұшақтарды ұшыру, оларды жауынгерлік тапсырмаларды орындауға бағыттау, сондай-ақ түрлі күрделі жағдайларда ұшуды басқару. Ұшқыштың жұмысы қауіпті әрі жауапты, өйткені ол ұшақтың ішіндегі техникалық құралдарды меңгеріп, әуе кеңістігіндегі жоғары жылдамдықпен әртүрлі ауа райы жағдайларында ұшу операцияларын жүргізуі тиіс. Әскери ұшқыштар әртүрлі төтенше жағдайларға дайын болу керек. Мысалы, техникалық ақаулар, ауа райының күрт өзгеруі, жаудың әуе шабуылы сияқты жағдайларда жылдам және дұрыс шешім қабылдау өте маңызды. Әскери ұшқыштар жиі оқу жаттығуларға қатысып, өз шеберліктерін жетілдіріп отырады. Біздің жұмысымыз басты мақсатымыз ұшу жоспарына сәйкес әскери бөлімнің ұшақтары мен тікұшақтарын ұшырып, қондырып, өздерінің тапсырмаларын орындау.
Осы жұмыста 2020 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Жұмысым қаупі тыңғылықты тексеріс пен әскери техниканы жауапкершілікпен қарау, ұшырып, қондырып, ауа райы бұзылған кезде, ұшып және қонатын алаңда азаматтық авиацияның ұшақтары және өзіміздің ұшақтар көбейген кезде соларды бірше ретпен өткізіп, рет бойынша қондыру жұмыстың басты қағидасының бірі сол. Қауіпсіздікті, ұшу қауіпсіздігін сақтау ең бастысы. Жұмыстағы ең басты қауіп қателік жіберу, қателіктен сақтану, өзінің жұмысына тыңғылықты қарау, жауапкершілігі жоғары жұмыс, тыңғылықты тексерісті қарап отыратын. Бізде ең бастысы авиациялық техника ақаусыз ұшқаны басына. Бізде аспанда, если ақаулы жағдай болатын болса, бізде ол экипаж құрамының атқаратын қызметтері көп, уже қалай айтады, действиесі көп болады дейді ғой. Сол кезде бізде ең бастысы авиациялық техниканы аман алып жерге қондыру. Бізде сол авиациялық техниканың ақаусыз ұшқаны бізге ең қажетті нәрсе. Енді біз отанға қызмет атқарғаннан кейін 24/7 байланыста боламыз, кейде жұмыста да боламыз. Отанға қызмет ету ол ешқашан да қиыншылық тудырмайды деген ойдамын. Трудности профессии, ну, я особо уже, так сказать, уже в данной военной сфере уже более 26 лет нахожусь, уже привык ко всем трудностям. Были трудности, это когда не было задержка с зарплатой. Это 90-е годы, 90-е, вот уже как раз только становилось, ну, вот это Казахстан, вот, училище военное только перешло, и вот так если историю взять, кризис, да, в целом, необходимость такая была, и чтобы платно обучиться тоже не было возможности, так пришлось. Вертолетті айдаған кезде бір шетінен опорный двигательный аппаратқа қатты әсер етеді ғой. Тряскасы бар. Сол үшін, мне кажется, шаршайды и морально, и физически. Но бірақ оңай жұмыс жоқ. Любой жұмыс, главное, өзінің несін оправдывать етсе болды ғой, мақсатын. Жұмыстан кеш келіп жатса да, сабағын балалармен оқиды, үлгеріп жатады. Көмектесуге шаршап жатса да көмектесіп, жаңағы үшінші жылмен сабақ оқиды. Хорошая заработная плата, большой плюс. Особые условия. Минусов, я не знаю, можно назвать это минусом, я не знаю, ну, бывает очень рано встаем, допустим, на вылет подготовка, но это не минус. Соответственно, потом, после выполненной задачи, мы отдыхаем. Это по-своему романтика, допустим. Благодаря своей работе, да, я увидел много городов, много аэропортов, побывал в разных странах. На этот самолет я переучился в городе Севилья, это королевство Испании. Это все за счет государства. Да, возможностей много у нас. Бізде жаяу әскерлер, құрлық әскерлер бізден төмен алады. Бізде өйткені ОУС дейді ғой, особый условия төленеді бізге. Табыстарымызға 50% үстіне қосылады. Өйткені бізде аспанда неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Но еще вред на здоровье дейді ғой. Бізден тікұшақтан радиациялық кішігірім болады, сол үшін де солай. Бізде ұшқыштар құрамы жыл сайын медициналық байқаудан өтеді. 6 ай сайын бізде анализдер тапсырып, медициналық байқауларды өтеміз, ал жыл сайын күрделенген медициналық байқауларды өтеміз. Ол жерде біздің денсаулығымыз енді мықты болу керек, анализдеріміз жақсы болып, зрение, көру қабілетіміз тоже жақсы болу керек. Прежде чем обучить летный состав, мы ставим задачу, кого подготовить в ближайшее время
какие результаты мы должны достичь. Вот. Для этого, согласно курсу боевой подготовки, вот, мы определяем данные задачи, смотрим продвижение. И на сегодняшний день мы выполнили учебно-тренировочные полеты. Среди них был летчик, который недавно переучился, далее сегодня выполнил полет, получил допуск в качестве летчика-штурмана в районе аэродрома и получил допуск к маршрутным полетам. Жалпы Орта Азияда осы Ақтөбе қаласындағы әскери әуе қорғаныс күштері жалғыз институт болып табылады. Бізге осы Қырғызстан елінен, Тәжікстан елдерінен келіп, бізге келіп оқиды. Әскери шенін алып кетеді сосын. Академиялық оқуларға Ресей еліне, Түркия, Қытай елдеріне бізден жыл сайын набор болады. Ол жерге алдын ала біз емтихандар тапсырамыз. Ағылшын курсы керек, обязательно, если Қытай, Түркия болатын болса. Одан да басқа, қалай миротворцы дейді, сол сияқты біздерде иногда набор болып тұрады. Бізде жалпы негізі оқуға түсу үшін математика және физика ең қажетті. Есептей білу керек, ойша есептей білу керек. Өйткені біз навигациямен жұмыс жасаймыз, картамен. Координаттарды есептеп, біз сол белгіленген нүктеге қанша уақытта жететінімізді, сол өзіміздің жаңағы айтып жатсыз ғой, линейка дейді. Сонымен есептеп шығарамыз. И ойша да есептеу керек. Математика, физика. В первую очередь, физически развит должен быть хороший человек. Ну и вообще стремление стать вообще летчиком в первую очередь. Самое главное. Если ты без какой-то цели идешь там стать летчиком, ну, это, мне кажется, так не получится. Чтобы отобрать курсанта для летной пригодности, деятельности, необходимо ряд требований. Это первое, его успеваемость, вот, чтобы он не ниже хорошо был. Далее, это то есть говорит о его знаниях, изучение тех авиационных дисциплин, чтобы это в дальнейшем, потому что ему пригодится в практике. Далее, его дисциплина, профессиональная пригодность, вот, здоровье. Также необходимо учитывать те факты, как пространственное мышление, быстрая реакция, умение работать в коллективе. 21 жасымнан ғой. Получается, уже 21 жыл семья болып тұрып жатқанымызға. 21 жыл көзді ашып жұмашып өтіп кеткен. Негізі прям кейбір қыздар былай армандайды ғой, ұшқышқа күйеуге шықсам екен деп, солай. Менде ондай особо болған жоқ. Бір көргеннен ғашық болдым да, все. Қалай айтсам болады, күйеуге шығасың ба маған деген кезде ойланып көрейін да деген жоқпын. Ол уже знал, что бітті, сен менікісің, бәрібір келісесің деп сөйтіп. Құдай қосып отыр ғой, получается, екеумізді. А былай особо ұшқышқа үйленгім келеді, военныйға үйленгім келеді деп олай ойлаған емеспін. Но бірақ үйленетін кезде Талғат бір газеттен бір қырқып маған әкеп көрсетті. Что көптеген қиындықтар болады военныйға, когда үйленген кезде, күйеуге шыққан кезде, соның бәріне көну керексің деп. Иногда енді семья болғанда енді по-любому не дейді, бір мақал бар емес па, ыдысына семья болған. Сол сондай бір жағдайлар болып қалған кезде сол жаңа қағаздағыны оқып маған айтып беретін. Содан кейін үйреніп кеттік. Қазір особо қиын түгі жоқ. Біздің кезімізде қалай, біз деген на все готовый ондайға болған жоқ қой. Қазір обязательно жастарда баласында квартира болу керек, мысалы машина. Мне кажется, жастар бірінші сондайды алып алып үйленетін сияқты. Сол үшін 30-ға дейін жүріп қалады көбісі да. Мүмкін әке-шешесі көмектеседі алып беріп. Біздің заманымызда ондай енді болған жоқ.
квартирада болған жоқ, ештеңке болған жоқ. Айтып беріп отырмын ғой, жаңа телевизор, мынандай кішкентай телевизор алып қарағанбыз деп, ето біреудікі. Сол да қанағат болды, соның өзінде біз бақытты өмір сүрдік деп ойлаймын. Біздің заманымызға сай деп. Так что, мне кажется, самый главный жаңағы материалдық жағдай емес, духовный адам бай болу керек та. Любой кезде ішің пыспайтындай қылып, жаңағы кітап оқып, с пользой уақыт өткізіп. Ұшқыш болғаннан кейін кейде внезапно дейді ғой, жедел ұшулар болып қалады, солармен ұшып кетеміз. Сол жаңағы айтқандағыдай семейдегі өрт жағдайларында біз аяқ асты ұшып кеткен болатынбыз. Оны біз білген де жоқпыз ұшыратын. Кешке біз үйге кеткен уақытта аяқ асты көтерді. Сол барымызша келіп үлгеріп ұшып кеткен болатынбыз. Сол сияқты болады. Біздің әр күніміз әртүрлі. Көбінше бізде дүйсенбі күндері ұшуға дайындық. Если бізде ұшу жаттығу жұмыстары болатын болса, бізде сәрсенбі, сейсенбі және жұма күндері бізде ұшу жаттығу жұмыстары болады көбінше. Ал дүйсенбі, бейсенбі күндері сол ұшуға дайындық күндері. Факты интересные. Могу привести пример, когда летал, будучи курсантом на третьем, впервые полет совершил на вертолете, ощущения вообще другие были. Каждый день на вертолет на земле стоит, туда заходишь, смотришь, все, а уже в воздухе совсем другие эмоции. Вот. Поначалу, когда на земле стоял, инструктор мне объясняет, вот смотри на скорость, посмотри на высоту, посмотри на крен, вот, на курс. И в полете, и ты радуешься той высоте, высота полета по кругу у нас 300 метров было, вниз, это такое ощущение было вообще не передаваемо. И уже с количеством часов, когда ты уже летаешь все много и много, и данные приборы ты уже запоминаешься, видишь, читаешь, считываешь показания данных приборов, и все, это уже так приятно становится. Әскери ұшқыш мамандығы аса қауіпті деп саналады, себебі ұшақпен ұшу кезінде әрқашан қауіп-қатерлер болуы мүмкін. Ұшқыштар жиі стресстік жағдайда жұмыс істейді. Олар ұзақ уақыт бойы биіктікте, жылдамдықта және күрделі жағдайларда ұшуға мәжбүр. Бұл физикалық және психологиялық тұрғыдан ауыр жүктеме. Қазақстанның әуе күштері елдің қорғаныс қабілетінің маңызды бөлігі және әскери ұшқыштар осы жүйенің сенімді тірегі. Бұл мамандықта жұмыс істейтін адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне қатысты тәуекелдер өте жоғары болғанмен, олардың жұмысындағы батылдық пен кәсібилікке ештеңе тең келе алмайды.